Балалар 2 сынып әдебиеттік оқу 12 сабақ. Тақырыбы альбомдағы суреттер. Бүгінгі сабақта фотосуреттер ұсынасың және сипаттап айтасың. Бірінші тапсырма: фото альбом бар ма? Бар болса, ең әдемі фотосуретіңді ата және түсінді. Біз ендеше альбомдағы суреттер деген өлеңді мәнерлеп түсініп оқыңдар балалар. Бұл өмірге келгеннен бастап тәй-тәй басқан қадамдарың. Альбомнан өлең жолдарына сәйкес келетін фотосуреттер таңда, ақынша сипаттап айт. Мынау енді тәй-тәй басып жүргенім, мынау анам оң жағымда тұр менің, мынау менің әкем және бауырым, мынау менің бақытты отбасым. Әке-шешем арқасында асыр салып мен ойнадым. Дұрыс айтасыңдар балалар. Әке-шешелерің барында ештеңе уайымдамай, барлық сабақтарында жақсы оқыңдар. Өз бетіңше басқа фотосуреттерің туралы да әңгімеле. Біз мінекей отбасы туралы және өзің ойнаған кездерің туралы фотосуреттерді қойдық, және тағы да қосымша өздерің фотосуреттер туралы әңгімелеп бердіңдер. Өлеңді 2 бөлікке бөл. Әр бөлікке ат ойластыр. Бірінші бөлікті біз бесіктегі сәбилік шақ деп алдық. Екінші бөлімді тәй-тәй басып жүргенім деп алдық. Енді балалар, 6-шы тапсырма: фотоальбом болашақта қандай фотосуреттермен толығады деп ойлайсың? Қиялдап көр. Балалар, сендер 1 сыныпты бітіргеннен кейін Арман қарта жалғастырып орта буынға көшесің. Одан кейін жоғарғы сыныпты аяқтайсың. Болашақта альбомды бастауышты аяқтағандағы, мектеп бітіргендегі фотосуреттермен толығады. Яғни 1 сыныптан бастап 11 сыныпқа дейінгі фото альбомыңды осындай суреттермен толықтыр. Осымен біз сабағымызды аяқтаймыз.